Атырау облысы Қызылтоға ауданы Жангелдин ауылы Әлішева көшесі нөмір 13-1 үйіне кетіп қалған. Нәтижесінде араларына туындаған отбасылық келіспеушілік салдарынан Мұхамбетова Махамбет аудандық сотына заңды түрде ажырасуға арыз беріп, 22 жылы Махамбет ауданы сотының шешімімен Сәрсенбаев пен Мұхамбетова арасындағы заңды неке бұзылған. Сол кезден бастап Мұхамбетованың ата-анасы Қарабалина Утешкалиеваға Сәрсенбаевтың ашуы пайда болған. Содан кейін Мұхамбетова ата-анасының уақытша жылға алып берген Атырау қаласының Мұнайлы ықшам ауданындағы тергеумен мекенжай анықталмаған көп қабатты үйде балалармен бірге тұрған. Сәрсенбаев заңды түрде ажырасқанына қарамастан жанұясымен бірге болуға шешім қабылдап, 23 жылдың қаңтар айында Мұхамбетовамен татуласып, оның жалға алып тұрған Атырау қаласы Мұнайлы ықшам ауданындағы үйінде бірге тұрған. Кейін Сәрсенбаев 23 жылғы ақпанда тергеумен нақты анықталмаған күні Атырау қаласы Мұнайлы ықшам ауданы 3-ші көше 21-ші А үйді жалға алып, жанұясымен бірге тұра бастаған. 10 тамыз 24 жылы Сәрсенбаев 4 баласымен 5-шісіне жүкті азаматтық некедегі жұбайы Мұхамбетова ертіп, Жангелдин ауылындағы ата-енесінің үйіне демалысқа келген. Сол кезде Мұхамбетова күрделі сырқатқа шалдығып, жедел Атырау облыстық ауруханаға жеткізіліп, шұғыл ота жасалғаннан кейін 20 күн бойы ес-түссіз комаға түскен. Қарабалина мен Утешкалиева Сәрсенбаевты Жангелдин ауылына балаларын қарау үшін тастап кеткен. Жұбайына бара алмағаны үшін Сәрсенбаев ата-енесіне деген ашуы орта түскен. Мұхамбетованың өмірін сақтап қалу мақсатында дәрігерлермен жүктілігін үзуге кеңес берілген. Сол кезде ата-анасы жүктілігін үзуге шешім қабылдаған. Алайда Сәрсенбаев оған қарсы болып, ата-енесімен қайталас болған. Артынан Мұхамбетованың денсаулығы нашарлап, сырқаты салдарынан психикалық ауытқушылықтары пайда болып, 18 желтоқсан 24 жылы 5-ші баласы Сәмиғұла Бибарыс Сұлтанұлы дүниеге келген. Мұхамбетованың денсаулығы бойынша ата-енесі Қарабалина мен Утешкалиеваға, қайнағасы Мұхамбетовқа, қайнапкесі Қарабалинаға күдікті. Сотталушы Сәрсенбаевтың өшпенділігі пайда болған. Мұхамбетованың психологиялық жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқанын білген ата-анасы Қарабалина Утешкалиева, ағасы Мұхамбетов оны емдету үшін оны отбасымен бірге Атырау қаласына тұруына шешім қабылдаған. Отбасы мәселесіне араласқаны және науқас әйелі мен 5 баласын өзі бағып жүргені үшін шаршап, Сәрсенбаевтың қайын жұртына күннен күнге өшпенділігі арта берген. Қарабалина Утешкалиева және Сәрсенбаев Мұхамбетованы шетелде емдетуге шешім қабылдап, 25 жылдың 28 ақпаны мен 7 наурыз аралығында Мұхамбетованы Сәрсенбаев пен Мұхамбетов алып кетіп, Түркияның Стамбул қаласында емдеу курсынан өткізіп келген. Содан кейін Мұхамбетов Жангелдин ауылындағы үйіне келіп, Сәрсенбаев Мұхамбетованы Махамбет ауылындағы ата-анасының үйіне балаларының қасына алып кеткен. Оны естіген Мұхамбетов Сәрсенбаевке ашуланып, қарындасы мен оның балаларын Атырау қаласына бақпай, не себеппен Махамбет ауылындағы ата-анасының үйіне апарып тұрып жатқаны туралы мәселе қозғап, одан әрі бұл мәселені Атырау қаласына барған кезде өзара кездесіп сөйлесетін болып келіскен. 14 мамыр 25 жылы сағат 09:00 шамасында Мұхамбетов Наурыз Атырау қаласына келіп, Сәрсенбаевпен теміржол вокзалына кездесіп, қарындасының Махамбет ауылына тұруына қатысты туындаған келіспеушілікті талқылап, екеуі Атырау қаласы Мұнайлы ықшам ауданы 3-ші көше 21-ші А үйіне келген. Аталған үйдің қонақ бөлмесінде екеуі орын алған келіспеушілікті талқылап, Sonrasında men өтініш қойып едім, Махамбет аудандық сотының Сәрсенбаевпен ақтаудың арасында неке бұзу туралы шешімді жариялауы түскен. Себебі қазіргі таңда жаңа айтылған ісіне сәйкес шешім қайда? Шешім көмек соты бізде қазір жоқ, судебный комиссия базадан жарияласаңыз. Қасылған болған, қорғау тарапы. Қасыл жоқ. Қорғау тарапы. Сәрсенбаев қасылған ма? Соттың қарауы. Махамбет аудандық сотымен Мұхамбетова ақтаянмен сіз аранызда неке бұзу туралы шешімді жариялау туралы отыр. Қарсылықтан жоқ болса, туралы айтушы орында тұрып қалып еді, аталған өтініш хаттама қабылданды. Төрелік ақпараттық жүйесі алдарыңызда көрініп тұрғандай, Сәрсенбаевтың есептік карточкасында талап бойында уәждерін келтіріп, жауапкерге деген ешқандай сезімінің қалмағанын, өзіне опасыздық жасаған әрекетіне жиіркенетінін, онымен бір отбасы ерлі-зайыпты болып тұрғысы келмейтінін, татуласуға берілген мерзім нәтижесі болғанын айтып, некені бұзу туралы талабын қанағаттандыруды сұрады. Жауапкер Сәрсенбаев бірінші сот отырысына қашықтықтан қатысып, опасыздық жасаған әрекетін ағайын туғанға жария етпей, зайыбының құпия сақтауға болатынын, алайда олай жасамағанын, әйелі ретінде қатып қалған ұстанымы барын, өзімен санаспайтынын, онымен тіл табысып, отбасы болып тұра алмайтынын айтып, некені бұзуды сұрады. Кейінге қалдырылған сот отырысына WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы қашықтан қатыса алмайтынын, істі өзінің қатысуынсыз қарауды сұраған.
Сот шешімімен талап қойшы Мұхамбалиева Ақбай Мақсұтқызының жауапкер Сәрсемғали Сұлтан Сәмиғұлына некені бұзу туралы талабы қанағаттандыру талабында неке бұзылған. Осы. Басқа осы сол